Сәлем достар, бүгін мен бір бисквиттен 3 түрлі хит болған бента тортын жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп, колокольчикті басып, келесі видеоны жіберіп алмаңыздар. Алдымен жұмыртқамызды миксерлеп тұрып, үстінен аз-аздан қантымызды салып, миксерлейміз. Алдымен ұнның үстіне жүгері крахмалын салып, араластырып жіберіп, массаның үстінен ұнымызды аз-аздан салып, қасықтың көмегімен жаймен араластырып шығамыз. Сары майды ерітіп, үстінен массамызды аздан салып, бірінші араластырып жібереміз, сосын барлығын қайтадан массамызға саламыз. Жаймен бір қалыпта араластырып, табамызға саламыз. Қызып тұрған пеште 175 градуста 35 минутта пісіп шығады. Пісіп дайын болды. Енді астындағы пергамент қағазын алып тастап, суытып қоямыз. Енді вишня пюресін жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға вишняны және қант, сосын крахмалды қосып, және 2 шай қасық су қосамыз. Жақсылап араластырып жіберіп, отқа қойып, қоюланғанша араластырып, қайнатып аламыз. Пюреміз дайын болды. Енді ыдысқа бөлек салып, бетін пищевой пакетпен жақсылап, нығыздап жауып қоямыз. Ал енді бисквитімізді өзіміздің қалауымызша, қалаған формамызбен кесіп дайындаймыз. Менде дайын форма болмағандықтан қаймақтың шелегін астын кесіп, өзіме ыңғайлы форма жасап алдым. Енді торттың кремін жасайтын боламыз. Алдымен творожный сыр мен сахарный пудраны араластырып, миксерлеп аламыз. Сосын үстінен сливкиді құйып, қоюланып, формасын ұстап тұрғанша миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Енді бөлек 3 ыдысқа салып дайындаймыз. Енді кремдердің үстінен өзіміздің қалауымызша бояулармен бояймыз. Енді креміміз дайын болды. Кремді жағып, тортымызды құрастырамыз. Бірінші тортымыздың ортасына вишня пюресін саламыз. Сыртын әдемілеп, креммен қаптап шығамыз. Екінші торттың ортасына банан саламыз. Ал үшінші торттың ортасына шоколад құямыз.
Енді тортымыздың сыртын әдемілеп сурет салып жазу жазамыз. Міне хит болған бента тортымыз дайын болды. Өте әдемі, дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер, оңай және тез дайындалады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеоны күтіңіздер, ас болсын.